Ұлық Алла ешқашан ештеңеден жаралмаған әуелден бар зат еді. Әлемнің іші де тысы да бір өзі. Әлемнен бөлек те емес, бірге де емес, құпия қазына болады. Тәңірі тағала түр-түсі, шет-шегі, бет-келбеті, салмағы, мекені болмайтын мәңгілік құбылыс. Құдай өзінің құпиясын ашып, рухани қазынасы мен шарапатын 18 мың ғаламға тарату үшін өзіне орынбасар жаратуды ұйғарды. Сол кезде тау, тас, орман, ағаш, от, су, аспан, жер барлығы адамды менен жаратса екен деп таласты. Мен биікпін, менен жарат деді тау. Мен әзизбін, менен жарат деді алтын. Мен тасқынмын, менен жарат деді су. Мен дүлеймін, менен жарат деді жел. Мен күштімін, менен жарат деді от. Мен асқақпын, менен жарат деді аспан. Мен жұмсақпын, менен жарат деді ағаш. Мен қаттымын, менен жарат деді тас. Сөйтіп барлығы таласып жатқанда жер ғана сынықтық танытып, мен мақұлық атаулының табанының астында жатамын. Ұлық Алла орынбасарын мұндай қадірсіз заттан жаратпас. Түбім топырақ, бүкіл қоқысты маған көмеді. Лас суды маған төгеді. Мен бұл құрметке лайықты емеспін деп ойлады. Сонда Алла тағала тұрып, әй тау, сенде бір мін бар, тәкаппарсың, кішіреуді білмейсің. Алтын, сенден бір мін бар, баяның жоқ, сыртың жылтырақ болған мен ішің қалтырақ. Су, сенде де мін бар, тасығанда өткел бермейсің. Жел, сен тұрақсызсың, мінезің құбылмалы. От, сен мінің қатыгезсің. Жанғанда жақсы мен жаманды айырмайсың, жан жағыңды жайпап кетесің. Аспан, сенің мінің мақтаншақсың, өзіңнен басқаны көзге ілмейсің. Ағаш, сен әлсізсің, сынақта сынып кетесің. Тас, сен мейірімсізсің, жақынға жылуың жоқ деді. Сосын жерге қарап, адам тәнін сенен жаратамын. Сен кішіпейілсің. Менің ең жақсы көретін мінез құлқым осы. Бүкіл тіршілік иесі саған тәуелді болады. Мінезің ауыр, сабырлы, қойның толған береке. Алтын, күміс, ас, ауқат, түгел дерлік сенен өніп шығады. Күллі мақұлық нәжісін саған төксе де, сен одан хош иісті гүл шығарасың. Лас су жерге сіңіп тәтті бұлаққа айналады. Жасаған жақсылығыңды міннетсіну сенде жоқ. Адам сенен жаралып, өлген соң саған оралады. Адам ұрпағы тірісінде неғұрлым саған ұқсаса, соғұрлым менің алдымда қадірлі болады деді. Жаратушы ем, адамды менен жаратқаныңа қарсы емеспін. Олар қанша мыңдап жерленсе де, мен олардың денесін шірітіп, тәндерін топыраққа айналдырамын. Бірақ адам баласы ғапылдықтан күнәні көп жасайды. Олар өмірден өткен кезде менің қойныма таудай күнәлар арқалап келеді. Сонда олардың ауыртпалығын кім көтереді? Жасаған қиянаттар мен зорлық-зомбылықтары менің де арқама батады ғой деді. Қара жер, қайғырма, мен шебер Алламын. Олардың күнәсін жойып, саған салмауға құдіретім жетеді. Мен адам ұрпағына Құран түсіремін. Марқұм болғандардың ұрпағы әруақты еске ала отырып, Құран оқытып, артынан дұға ететін болса, олардың күнәлары жойылып отырады. Сонда саған да артық жүк түспейді. Мұсылмандар әруақтарды ұмытып, оларға Құран оқуды тоқтатқанша осылай жалғаса береді деді. Қара жер сонда барып тыныш тапты. Қазақтардың әр аптаның бейсенбі, жұма күндері 7 шелпек пісіріп, әруақтарға Құран оқытатын салты осыдан қалыпты деседі. Жерден топырақ әкелу қиссасы. Ұлық Алла Жебірейілге сен жерге барда бір уыс топырақ әкел деп бұйырды. Періште келген кезде топырақтың көңілі босап, езіліп тұр екен. Жерді көріп Жебірейілдің де көңілі босады. Жер, сен неге жылайсың деді. Адам, менің бір бөлшегімнен жаралған соң, олар мен үшін қымбат. Ертең олар бір-бірімен қырқысады, ұрысады, қан төгеді. Соны ойласам, қабырғам қайысып, жаным езіледі деді. Жебірейіл періште кері қайтады. Ұлық Алла, ей Жебірейіл, неге топырақ әкелмедің деді. Жебірейіл, жердің көңілін қимадым деп жердің қайғысын жеткізді. Онда адам мен адамды дос қылатын періште сен боласың.
Вахиді сен тасисың. Барлық сүйінші хабар сенен болады деді. Екінші, бұл іске Мәкәйілді жұмсады. Ол келсе, жер тағы да мұңайып жатыр екен. Мәкәйіл, жер сен неге мұңаясың деді. Менен өсіп өнетін адам менің де бір балам емес пе? Олар періште емес, ас-ауқатқа мұқтаж, қарындары ашады. Олардың ризық несібесі қалай болады деп уайымдаймын деді. Мәкәйіл жерді жұбата алмай, Алланың құзырына қайтып келді. Ұлық Алла: «Әй, Мәкәйіл, топырақ қайда?» деді. Мәкәйіл жердің қайғысын Құдайға жеткізеді. Ұлық Алла: «Онда сен жер бетіне ризық шашатын періштен бол. Адам ұрпағы ризық несібесін қара жерден еңбек етіп шығарсын» деді. Үшіншісінде топырақты Ысырапылды жұмсады. Жер Ысырапылға: «Тәні топырақтан жаралған соң адам баласы суыққа тоңады, ыстыққа қаталайды. Сол кезде олардың жайы не болмақ? Мен осыны ойласам, іші бауырым су болады» деді. Ысырапыл жердің бұл арызын да Ұлық Аллаға жеткізеді. Ұлық Алла: «Бүгіннен бастап жердегі табиғатты түрлендіріп, ауа райын реттеп отыратын періштем сен боласың» деді. Ұлық Алла ең соңында Әзірейілді жұмсады. Әзірейіл өзге періштелердей емес, мінезі қатты екен. Ол жерге келе сала бір уыс топырақты қырнап алды. Жер: «Әй, Әзірейіл, топырақты сұрап алсаң болмай ма?» деді. Періште: «Ұлық Алланың айтқаны екі болмайды. Алла не бұйырса сол болу керек. Ұлық Алла ешқашан жамандыққа бұйырмайды» деді де ұшып кетті. Ұлық Алла Әзірейілдің қаттылығын көріп, «Адамның жанын алатын сен боласың» деді. Әзірейіл мына сөзді естігенде түрі қуарып сала берді. Алла тағала: «Әй, Әзірейіл, неге қайғырдың? Мені жамандыққа бұйырмайды деп өзің айттың ғой» деп өз сөзін өзіне куә етті. «Иә, Ұлық Алла, менің солай дегенім рас. Бірақ адам ұрпағы әрбір қазадан соң мені қарғайды ғой. Ет жақын бауырынан айырылған жандар мені жек көріп кетеді. Қала берді, олардың арасында сенің сүйікті достарың, пайғамбарларың болады. Олардың жанын, жақындарын қалай алам? Олардың наласына қалғым келмейді» деді. Ұлық Алла: «Әзірейіл, сен қайғырма, мен оларға қазаны сан түрлі сылтаумен жіберемін. Олардың бірі дерттен, енді бірі опаттан апат болады. Олар ажалдарын сол себептерден іздейді, сені көрмейді, сөкпейді. Жақсылықты да жамандықты да мен жаратамын» деді. Сол кезде барып Әзірейілдің көңілі орнықты. Әзірейіл періште топырақты жерден сұрай алғандықтан адамның жанын да сұрамай алатын болды. Ұлық Алла адамның бет әлпетін Меккенің топырағынан жаратыпты. Сол себепті иманға ұйған адамға Меккеге бет түсіп құлшылық ету парыз болыпты. Егер бір кісі дәл өзіндей адам баласының бетінен әділетсіз ұратын болса, Меккенің топырағы сол адамды қарғайды екен. Адамның бір қолын батыстың, бір қолын шығыстың топырағынан жаратады. Сол себепті де адам баласы қалаған тарапынан ұнатқан бұйымына қол жеткізетін болыпты. Екі аяғын мәңгі бақи тоң қатып жататын солтүстік тараптың топырағынан жасапты. Адам аяғының мықты әрі суық болатыны содан қалыпты. Бағдат пен Шам аймағының топырағынан кіндік пен қарын тұсын жаратады. Сондықтан Бағдат пен Шам аймағы мәдениет пен ілім-білімнің ошағына айналыпты. Адамның кеудесін таудың топырағынан жаратыпты. Тәкаппарлыққа ұрынғанда көкіректің көтеріліп кетені де содан екен. Ал арқа балшығын Сахараның шағыл құмынан илегендіктен адамның жон арқасы өте төзімді болыпты. Ал ет жүректі Ұлық Алла ерекше хикметпен жаратады. Жүректі жер бетінің барлық сазынан үлес алып біріктіріп елепті. Ет жүрек рух пен ақылдың, парасат пен қайраттың түпкі мекені болғандықтан, оның ішкі сарайын сайтан кіре алмайтын өте құпия берік қамал етіп жасап. Күнәға белшеден батқан пенденің соңғы сәтте де іштен жалбарынып Алланың рахымына ілігетін мүмкіндігі содан қалыпты. Жүректің ішкі айнасын бауырмалды қасиеттермен әшекейлепті. Мейірімді Ұлық Алла адам ұрпағы жер бетіндегі барлық адам баласының бір жүрек, бір тілекте өмір бақи бейбітшілікті аңсаумен өмір сүргенін қалапты. Қаптаған ұлы ұрпағы бірін-бірін жазбай тезірек тану үшін олардың сан түрлі ұлттар мен ұлыстарға бөліпті. Әлемдегі күллі адам баласының қуанышы мен қайғысының, қасіреті мен берекетінің ұқсастығы содан екен. Топырақ келген соң Ұлық Алла: «Әй Жебірейіл, сен мейірімділік, қайырымдылық және махаббаттың желінен самал әкел» дейді. «Әй Ысырапыл, сен пәк рахметімнің бұлағынан су әкел» дейді. «Әй Мәкәйіл, сен оттан жалын әкел» дейді.
Осылайша Алла адамды топырақтан жасарда тағы 3 затты қосыпты. Оның бірі жел, бірі су, бірі от болыпты. Оттан нәпсі жаралыпты. Сондықтан нәпсінің сипаты от сияқты жан-жағын жалмап тұрады. Адамды ашу қысқанда екі бетінің өртеніп кете жаздайтыны соның нышаны екен. Ашуға буған адамға суық сумен дәрет ал деп кеңес беруі де содан қалған екен. Ұлық Алла адамның денесіне нәпсі шоғының әлсіз жалынын ғана дарытып, нәпсі отының адам баласына пайдасы жоқ, бұл тек оған зарар береді. Бұдан бақыт табудың жалғыз ғана жолы бар. Адам ұрпағы бақталастыққа салынып, нәпсі шоғын үрлемесін. Өзінде бармен көзге ұрып, өзгеден артық бола алмайды. Пайда емес, ар ойлағандар ғана қатарынан озық шығады. Баянсызға құл болып, жалған намыс жыртқан сайын олар нәпсі шоғын қоздыра түседі. Кімде-кім қу пәниде нәпсі отының лаулап жануына ерік берсе, өзі де тозақ отына отын болады. Парасатты пенделерім өле-өлгенше нәпсі отын маздатып қана ұстасын. Сонда ғана қорлықтан құтылады деді. Судан көңіл жаралыпты. Адамның көңілі босағанда жылайтыны, іші бауыры су болатыны сол екен. Ұлық Алла, мен көңілді мөп-мөлдір пейіштің суынан жараттым. Көңілін кіршіксіз ұстаған тақуалар назарымда болады. Көңіл айнасын былғап алғандар екі дүниеде қор болады. Көңілі таза пендемді жұмақтың бұлағына жуындырам деді. Адам жанын желден жасапты. Жан шіркіннің қайнаған тіршілікте бірде жігерленіп, енді бірде жүні жығылатыны осыдан екен. Тән жасайтын балшықты илеген кезде 40 жыл қайғы жаңбырымен, 1 жыл шаттық суымен суарады. Тіршілікте қуанышты сәттің аз болып, қайғылы кездің көп болатыны содан екен. Ұлық Алла шаттық жаңбырын екінші етіп жаудырғандықтан, адам баласы қандай да бір қайғыдан соң артынша шаттыққа кенелетін болып.